Амантай қажымыз жасасын. Өмір бақи жастан бастап біздің Қазақстанға ұрандап келе жатқан Амантай қажымыз жасасын. Біз үшін бізге ат салысып келіп тұрғанына Алла разы болсын деген келеді Амантай қажымызға. Дура. Atla bro. Dur. Қазақстан жасасын. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillah ve lemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammed'in Raskabin Ajmayın. Balalarım ömrünün uzak olsun. Dağkın arvağısın koldasın. Қазақстан dağkınmin arvağımın Қазақстан buladı. Altalaştı arsın. Bugün tuğan barışın. Attan Kazak atkanın tevessüzlük turşun. Attan Қазақстан, attan koşmasta. Kereşekli kasırga ise Kazak armanı niyet etip Allah'ını ne bilekittim. Kazaktır imancının kurba. Attan koşmasta. Amin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü la ilahe illallah. Allahu Akbar. Амантай, Да. я тебя знаю около 50 лет. Вот. Это замечательный человек, настоящий герой, настоящий казак, сын своего народа. Эй! Ата Казахстан! Эй! Братья казахстанцы, вот более 300 лет со дня объявления независимости Казахстана наш всемирный марш мира «Ата Казахстан» борется с мафией и коррупцией. На этой улице, которая раньше называлась Дзержинского, потом называется Наурзбай Батыр-Шевченко, но народ называет улицей Хажы Амантая Асылбека Аттана. Мои лозунги, которые мы тут провозглашали 30 лет, долой мафию, коррупцию, высших эшелонов власти, борьба с коррупцией, всенародная задача. На казахском языке сыбайлас, жемқорлық пен күресу, бұл халықтық, ұлттық күрес керек деп. Енді наше правительство, благодарю Тохаева, что он наконец принял наши лозунги, наши плакаты, оформил в городских стендах. Вот, борьба с коррупцией, общее дело для всех. Сыбайлас, жемқорлыққа күрес, отазастарға бәріміз ортақ іс күрес. Более того, еще 4 таких, еще больше, они весили плакаты, где написано: коррупция – это кромешный ад, коррупция – это тозак, ад на казахстанском. Для чего это говорю? Правительство наше, благодарю Тохаева, он принимает наши народные лозунги Аттана Хажы Амантая, значит, он будет ближе к народу,
Значит, мы построим новый Казахстан без мафии, коррупции, где-нибудь безработицы, беспредела, анархии, высших эшелонах власти, полностью убрать вот это структуру подтверждений бандитов, которые сидят в креслах и воруют Казахстан. Я лично говорил не раз президенту Назарбаеву, теперь он успокаивается и просит прощения у Аллаха. Простит ли Аллах ему, не простит, сам Аллах решает. Но я молюсь за мир во всем мире. Трагедия, которая в Казахстане осуществилась, это была мирный марш против мафии, коррупции в Казахстане, высших эшелонов власти, против всех родственников Назарбаевской клана. Но некоторые бандиты за границей обманули наших братьев-казахов, которые вышли на мирный марш. И непонятно, 149 человек погибло. Я по ним читаю намаз, Коран, молю Аллаха, чтобы Аллах простил грех им. А если это бандитов обнаружит, мы поймаем их. Где бы они скрывались, Аллах поймает. В Сирии, в Ираке, или там в Америке, или в Европе, где бы ни были. Аллах велик, Аллах всемогущ. Воля Аллаха превыше всего, честь и Родина прежде всего. Этот лозунг, который мы подняли практически во всех странах мира, 10 раз в Мекке, Медине, святых мусульман и в Иерусалиме молились за все человечество, за всех мусульман, христиан, буддистов, иудеев. Аллах, прими нашу борьбу. Аллаху Акбар, с Богом, братья. Победа будет за нами, потому что Аллах с нами. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Армысыздар, құрметті көрермендер, келіп жеткен қоян жылы, яғни жаңа жыл, бір жылдан, ескі жылдан жаңа жылға ауыстық. Құтты болсын дейміз. Әдеттегідей біз қазақи салт дәстүр әдет ғұрыпты ұстанған адамдармыз. Сол себепті алғашқы жылдың, қоян жылының алғашқы бағдарламаның алғашқы қонағы өткен жылда аяқтап бізге бата беріп аяқтады. Биылғы жылы бата беріп біздің каналдың денсаулық әлемі бағдарламасының алғашқы беташарын биылғы жылда тағы да батаменен бастаймыз. Қазақта айтқан ғой, батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер деген. Баталық құл армас деген, батасыз құл жармас деген. Сондықтан біз батаменен әрқашанда елге, бүткіл әлемге танымал көшбасшы лидер дейміз, және де дуалауыз дейміз. Айтқан сөзінің бәрі қабыл болып, жай қарапайым адамдардың арасында емес, жоғарғы үкімет тарапында бұл кісінің айтқан дұғалар қабыл болып, қазір президентіміз бұл кісіні қолдап айтқандарының. Амантай қажы не айтты? Президент ол мені қолдап отқан жоқ, мен оны қолдап отқан. Біздің ұрандарымызды сіз айтасыз, ертесінде сол болады ғой? Қолдап деп оны. Сондықтан біздің түсінігімізше президент қолдады деп ойлаймыз. Бұл кісінің енді бірақ бір жағынан, шариғи жағынан қарағанда дұғасы қабыл болды деп ойлаймыз. Яғни дуалы ауыз және аңыз адам дейміз, бір туар тұлға дейміз ғой. Қазіргі қазақ халқының арасында шығып жатқан бұрынғы Бауыржан Момышұлының жолын арғай жалғастырушы, бұл заманның нар тұлға батыры Амантай қажы ағамыз студиямызда. Қош келдіңіз аға. Қоян жылы қалай қарсы алып отырсыз? Атамыз дедің бе? Ағамыз. Ағамыз, иә. Сіз ата болған жоқсыз ғой енді, ағасыз. Аллаху акбар, айналайын жұлдыз. Жаңа жыл елімізге, Қазақстанға, қазақ мемлекетіне, халқымызға, барлық мұсылмандарға, барлық Қазақстанның азаматтарында христиандар бар, буддистер бар, иудейтер бар, Қазақстан тұрғандар. Құтты болсын, үлкен жақсылық әкелсін. Біздің ұранымыз Алланың парызы ол. Ол қазақи, иманды, адал, таза жүрекпен, еңбекпен, әділетті мемлекет құру. Оның мәдениеті биік болу керек, өте мықты болу керек, ынтымағы зор, бейбітін көтерген. Құт берекесі бол, мәңгі бақи,
Allah'ın yolundan жасай берсін. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam Resulina Muhammedin el ashabin ajmain. Sadakallahu azim. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah verin Allahu ekber. Rabbena ve tena fid dünya ve akna kadabanar. Subhane zati ama yusufun. Esselamu aleyhi ve sellem. Amin Allahu ekber. Allah kabul etsin. На казахском языке айтым, пару слов на русском языке. Братья и сестры, товарищи, друзья, все казахстанцы, с наступившим новым 223 годом желаю счастья от имени нашего телевидения, Желдузова, Виктор, от ядерного марша мира, от танка Казахстана, который поднял знамя Казахстана практически во всем мире за мир, за братство, за дружбу всего человечества, против войн, коррупции, за Божье государство, за справедливый Казахстан. Тохаеву спасибо, он принял наши лозунги, но это веление Бога. Тут меня прославлять не надо, я выполняю, как раб Божий, веление Бога, Аллаха, который на всех один, и все люди братья. С Богом, по-русски говорят, с Новым годом. Аллаху акбар. Allah kabul etsin. Да. Ал енді Амантай қажы жаңа жыл басталды. Жаңа жылда барлық адамдардың осылай емін еркін қалжыңдасып, кім үй салады, кім бизнес бастайды, барлығына мүмкіншілік бар ғой. Емін еркін жүрміз. Осының бәрі бейбітшіліктің арқасы ғой. Елімізде, жерімізде бейбітшілік болып, елімізде бірлік болса деп ойлаймыз. Бірақ дегенмен өткенді ұмытуға тағы да болмайды. Былтырғы жылы осы уақыттарда есімізге алсақ, адамның бәрінің жан тебіренерлік, түршігерлік оқиғалар болды. Осыған өзіңіздің көз қарасыңыз қандай? Bismillahirrahmanirrahim. Айналайын жол өте жақсы айттым. Мен өзі көңілімде бұрын. Бүгін 4-ші қаңтар ғой. 4-ші қаңтар 2022 жылы бірінші үлкен көтеріс, бейбіт көтеріс Жаңаөзеннен басталды. Оның неге Жаңаөзеннен басталды? Не олар талабын бәрі халық біледі. Ол үлкен мына саясаткерлердің, енді қазақ айтып үкімет басшыларының үлкен кемшілігі. 30 жылда жиналған кемшілігі айналайын. Оны бәрін айтып, мына бір сағатта емес, бір жылда жеткізе алмаймыз. Соны кезінде тоқтата алмай, бүкіл Қазақстан, қазақша айтқанда бүкіл қазақ халқы. Олардың көп көтерілгендердің ниеті басқа. Көңілі басқа, таза адам, бірақ оны кейбір саясатшылар, бастықтар жоғарыда. Оны өздерінің таққа, атаққа, дүниеге Қазақстан мемлекетін құлатамыз деген ойы бар екен. Бұл менің ойым ғой, халықтың ойы. Ол Тоқаевтың, Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының қазіргі бір жылдағы мәлімдемесі. Оны басқарған неше бір бастықтар 3 жылдай дайындаған екен. Қараңызы. Қанша ақшалар кеткен. 3 ай, 4 ай мына біздің Алатаудың бөктерінде бір тығылатын жерлерде дайындалған. Мен өзіме келіп, Наурызбай Бадашевшеге тұрам ғой, 2 жыл артық. Бірінші дажда қанша зағиптарға көмектесіп жүр, мен ішіне салмағам, өкіметті сұрамағам, мен оған қызығып тұрған жоқпын. Айқайлап аттан, Амантай қажаға, жаса, аттан деп айқайлап, мұңдаған. Оны біз түсіріп алдық. Мен оны семен ақылдасып, өкіметте бір ақылдасып, өйерде бәрі бейбітшілік. Оны кейін бұның мен жерге бөлей, бәрі шып алғаннан, Қаскелеңге қазақпыз, Қажабатай батаңыз беріп деп шапыраштылар. Қазақы киінген әжептәуір ақсақалдар бар. Көбісі жастар. Оны кейін олар маған сөз айтқан, сендер бейбітшілік жасаңдар, бейбіт. Жоқ, біз Акиматқа барамыз, аэропортқа барамыз. Сендер неден тұрсыздар? Мұнада сендерді атады, абайлаңдар. Оны неге айтып отырмын? Бұл қазақ халқыда, Қазақстанда жұлдыз бұны өте сабырлы, өте парасатты, өте қалай айтуға болады. Құран оқыдық қой, мен талай рет. 238 қазақ бір-бірін танымайды. Бір-бірін көрмеген төбес болды ғой, атып тастады. Бұл Қазақстанға үлкен қайғы, трагедия. Братья, сестры, товарищи, друзья, прошлогодние события, я специально на русском языке говорю,
Это трагедия была для нашей нации, именно казахского народа, для всех казахстанцев, для всех мусульман, христиан, православных, боговерщиков. Какие доказательства? 238 казахов, я не хочу говорить, потому что казахи, факт такой. 238 казахов, которые никогда не видели друг друга, не знают, перестреляли. Вот это и есть дьявол. Это организовали мафиозные коррупционные группы. Целый, это Тохаев говорит, а я до этого 30 лет говорил, что такая опасность есть. С целью захвата власти. Подонками в команде Назарбаева, это Масимов, президент КНБ, его заместитель Дутбаев, не заместитель, а бывший президент КНБ, и Мусаев, они бегут, за границей находятся, обворовали Казахстан. Это что за государство? Национальная безопасность, милиционеры, которые охранят, грабят. Почему это происходит? Это слабость казахской нации, казахского народа. Я всегда призывал, не я, а Аллах призывает, быть хозяином своей земли, своей страны, своей богатства. А коррупционная власть, я фамилии их знаете, я в глаза говорил Назарбаеву неоднократно. Не посадишь вот этих коррупций. Храпунова, Аблязова, других. Сейчас, пожалуйста, на Аблязова дело завезено, привезут его. Храпунова тоже привезут. Байбек, бывший аким, город Алматы, сидит в тюрьме. Сатыман сидит в тюрьме. Вот тебе, Жулдус, благодарю, ты очень много пропагандируешь ислам, дружбу народов, но ты же много времени мне не давала это сказать. Чего ты боишься? Подожди. Ты вот думаешь, что вот хвалишь Назарбаева, подожди, власть, а вот ты говоришь, давай мира. А чтобы мир был, ну что надо? Надо честным быть, справедливым, правильно? Вот Тохаев правильно поступает. Я в данном случае поддерживаю его. Енді қазақта мақал бар ғой, көш жүреді, түзеледі дейді. Ой, Жұлдыз, 30 жыл көш келе атырып, орысша бұзық шығу деген, вообще сен былай, ол жалғыз сен емес, Жұлдыз. Сен мені кешір, мен сені өте құрметтеймін, сыйлаймын, ал халықта біледі, еңбегіңді зор. 30 жылда Қазақстанда тәуелсіздік кезінде, егемен, бұндай қайғы болмаған ғасырлар бойы. Қазақтар бір-біріне оқ ату деген тарихта болмаған. Бұны жаңа сенде баяғы білесің ғой, қай жылы да айналайын. Милициялар жаңа өзінің, оның бұдықтары бар, мен дүерден бұдықтарды қолда деді ғой. Соның бәрі неге нағып тұрмын? Қазақ халқы, әдейі қазақ, өз ұлт болып, халық болып, өз мемлекетін баяғы Төле би, Айтеке би, қандай олар хан болса да, аз да болса мемлекет болған. Но қазақи, халықтық, ұлттық, біз аттан көрді, мемлекет қазақ халық құрмаған. Соның нашарлығы, бандиттер келіп, соғыс ашады, қазақ халық жатады, бір-бірі қырып жібереді. Жатпайды, абайламай. Бұны солай айналайын Жұлдыз. Мен саған сені бір сынайын деп, бұны айту керек. Бұны Тоқаев әділеттік мемлекет құрамыз дейді. Назарбай қайда болды? Сен бұлай айналайын, мен саған көзің айтамын. Мен бір өкіге беттес қамастады. Мен ол қазір айтуға да, әлі де жаным ашқиды оған. Но көп дүниені ұрлапты, балашан, қайдасың? Ол екіде бір өке қайтармасақ айналайын. Сен тұқыммен, ұрпақтармен Алланың қақанды жоғалып кетесің. Бұл мен тілектес адам айтады. А сен оның мақтағанына шешікпейді бері. Қазақтың кемшіл ғой, жамбазыр көп. Мақтап, ел басы анамлауды алмады 16 қаңтарда сенаторлар жинайды. Бұны қамал айтып отыр, қазақ телевизиясы. Қазақстан естідің бе? Соның бәрі атағын, абыройын алып тастауға. Бұл сенаторлар. А сен соны мақұл. Сол бізді мақұлмай құрттай келмей. Аман бол. Өте жақсы, енді мына... Жоқ, сен маған өкпілі ме? Сіздің айтқаныңыз дұрыс қой, енді бірақ барлық нәрседе сіз енді трибунада жүргенде айтсаңыз... Жоқ, сен мені мақтамай алайын. Жарасымды. Сен күліп ойнап отырсың, сен атысқысам. А менің міне, терлемеген жерім жоқ мағыра. Артыма шейін. Оны мен ұялмай тұрмын. Потому что елге, Қазақстан халқына мен талай жан ашқанымда, қазір көзіме, мен талай өлімге барғам Қазақстан үшін. Қазақ халық үшін. Ынтымағы
бірігіп болсын. Менің үйіме қанша милиционер, бандиттер баяғыда кімділер. Соны балаларым көріп, менің адал таза екенімді, міне, енді айтып көріп қойма. Қазақстан төкпедодан, төбелестен азамат деген балам 4-ші балам. 2 рет чемпион еді Қазақстанның. Қазір 2 рет әлемнің чемпионы болды. Әлемдік чемпион болды. Дәулет деген балам, үлкен балам. Қазақстанның армияда служит етіп, мына неден, рядовой дейді ғой, сержанттан, подполковник шықты. Алғыс, мен не біреуді, ана бейбігі қызым Меккеге барып қажылыққа. Ана Аймақ қызым айналайын сағаттары көріп түскен, ой, шаңырап. Да, міне осындай, міне Қасым-Жомарт Тоқаев тілектесіз, ақындерге халыққа барыңдар, үйде барыңдар, айналайын іш болмаса жәрдемшіге жіберші. Міне аттаның күресін сендер білесіңдер. Орта күреспесе халық. Мемлекет құрамаймыз айналайын. Бірге құрайық деген, бірге құрайық. Ал енді бұл не білесің өшетті? 3 жыл болды президентсің құттықтамақ қанша аламыз? Ешқандай көмек жоқ. Халық ұйымына, аттаға қазақ ұйымы бейбітін көтерген. Жаңа қалай жаяу жүріп. 1000 адамды қажылыққа барып сауапқа. Міне сен де еңбегі зор. Ал онда Тоқаевты біз мақтаймыз ба? Оған рахмет. 40 шақтың ішіне тұрып, ол үлкен жаңалыққа, жақсылыққа, бұл халыққа кел айналайын. Жәрдемші. Ана күні Мәлік деген жәрдемші бір үлкен жиналыста болды, төрге отырғызып, маған нағылып. Хабарлас, телефон бер десем, бір жігіт береді деп. Етіңіз ба? Маған! Олар өздері келу керек. Мен әлі Тоқаевқа міндет қылмаймын, ол Қазақстан үшін Назарбаев. Бірақ үкімет қазақ халқына өте қарсы болып қалды. Қасым-Жомарт Тоқаев аман бол, өмір ұзақ болсын, ниеті қабыл болсын, міне бісмиллахи. Алла қолдап, жарылқап, әділеттік мемлекет халықпен бірге құрайық. Бірақ айналайын өте ықтиятты болу керек. Неге? Біздің ішімізде жаулар көп. Енді қарап отырыңыз аға. Сіздің әрбір айтқан дұғаларыңыз қабыл болып, президентіміз соны ертесінде жүзеге асырып жатыр ғой. Қабыл болсын. Енді мына 3 жыл болды айтып келе жатырмыз ғой, енді 3 жыл емес 30 жыл бойы. Да. Аттан Қазақстан бейбіт қозғалысына қарапайым халық қолдайды ғой сізді. Да. Құдай қолдайды. Әсіресе Шымкент жақтағы жаңа Шымкенттің тұрғындары, жергілікті тұрғындары сізді басына көтеріп, ақ кигізге салып көтеріп, сондай алақанға салып сыйлайды. Бірақ енді сізді үкімет тарапынан қолдаса, онда мына қазақи ұйым жаңа көп жұмыстар атқарар еді елдің арасында. Мені айналайын жүз рахмет. Ол қабыл болады деп ойлаймын. Мені бірінші Алла қолдайды, қанша жыл жүрмін, менің анам әулие болған, әжем әулие болған, бабаларым хан болған, біз ұрпақтары сол Алла жалғастырып тұр. Мені Алла қолдағанда мың шүкір. Осылай қолдаған мен енді көзді емес мақтаймын. Оны өзің де білесің. Мен үкіметтің қолдағанына, или маған бір қаражат беруіне, әйтпесе қазақ халқы сыйлайды ғой, рахмет, шүкір, сәлем береді. Мен оған қарап тұрған жоқпын. Мен Алла көтеріп тұр. Көтереді байқамын. Бірақ енді осы жолды, Алланың жолын қазақы үйім аттан дүгізір. Бұл өкімет қолдамаса, басшылар, мен оларға тілектеспін. Мен бетті-бетті айналайын. Мына Байбек деген бала көпше. Мұна көп әңгімелер бар айналайын. Мына жылаған еңірегендер, күйеуі тастап кеткендер, көшеде қаңғып қалғандар, лақтырып тастағандар, көз көрмей қалғандар, зағиптар, жаңағы жерлеуге ақша таба алмай жатқандар, ауру дәрігерге ақша таба алмай жатқандар, барлығы жедел жәрдем ретінде дереу Амантай қажыға жетіп келеді барлығы. Сол кезде сізде үлкен бір жаңағы не салынса, осы қайырымдылық орталығы ашылса, сіз соның бәріне бөліп, қара халықпен байланысты тікелей қарапайым халық жоғары жаққа жете алмайды ғой енді. Сіз арқылы бәр нәрсе шешіледі. Ой, айналайын, мен үкіметтен ақша берсе де, сен абайлап сөйлейін. Сен қажадан тұратыр енді. Мұна үкімет маған ақша берсе, мен өте оған сақ ықтият қабылдаймын, зағыптар үшін. Маған керек емес. Тек зағыптар емес, көп адамдар бар ғой, қиналды. Дұрыс айтасың. Менің үйімде 100 000 адам кеп сәлем берді десе, мен бір сөз қоспаймын. Ол енді мені Шымкентке, Таразға барғанда пойды мыңдаған адамдар қарсы алады. Оны тегін көрсетті. Мені мына саясатшылар соны қызғанып, Назарбаев көмектесті дейді. Назарбаевға маған айналайын үкімет талай өз сұрағанға көмектесіп, бір сом берген емес, бір өке. Аттаға бұным, қараңыз. Ол жас оны мақтап, 30 жылдан кейін орын түскені кейін полигон жапқан аттан Амантайға жүріп тұр. Ол жаққа кетті дұрыс емес.
Ben bettettim. Allah yaptım poligonda. Olacak bastadan yana. Attan kol koydurdu, kalkmayın bu. Nurefim de aman bozun. Resmi de kol koydu. Beni buluşturduk koy. O şimdi bana akşam versin, sana televizör açıp bırak koy. O televizör buladı. Ол телеарна өзінше. Da. Өзінше. Ал енді мынау қайырымдылық орталығы болса, қазақи ұйымдарда, басқа ұйымдарда, басқа ұлттарда өте көп осындай қайырымдылық орталықтар. Нағыз қазақи ортада жоқ ондай. Да, оны мына өкіметтің нашарлығы. Назарбайдың командасының жартысы бандиттер болды, ұрылар. Олар маған сәлем беріп, бірақ қашып мына Қажыгелдің ұры, Қарапонның ұры, көп қой Абылязов. Мына қараған ана бір үлкен қазақтың бір батыр қызы бар, ол саясаткер. Мен оны неге айтамын, ана терлеп тұрып шаршап. Бұл жеткеніміз осы айналайын. Бұл бір түсінбейді. Біреулер ойлайтшы, Назарбай кетті, Тоқаев келіп жарқа. Неше адам мынау? Тоқаевтың қолынан бір адам, оны халық, ұлт өздері аттанып, күресіп, еңбекшіл болу керек. Мына өзбектің диқаншылық қандай? Сол абыз жабырға жатып, көп сөйлеп, аз біліп, көп сөйлеп, тағы да бір қызғанатын бір бәлдер бар. Мен бұны Құдай үшін айтып тұрмын. Халқыма, нашар болма, сорлы болма, бешара болма, ел, отан, қазақ, ана тіл үшін, ислам бір үшін, мемлекет үшін, отан үшін күресу керек. Ана күні үлкен Бауыржан Момышұлының тойы болды. Қандай міне сол айналайын. Саған енді жұлдыз жаңа сынап атқан ол кемшілігімізді. Ол сендер журналистер, мағарақ істі бар. Аман болсын рахат деген Светлана Ивановна. Қандай Қазақстанға егеменді елге тәуелсіздік еңбек жасады. Светлана Ивановна. А ол кетті не болды бұны? Сөйтсе ол канал мұны ашық айды. Сен адам менің сөздерімді қысқартамын десең, мен саған жұлдыз көзге айтамын. Сен үлкен бәлеге өтесің. Саған тегі жоқ, но амал жоқ. Таза адам болмасаң. Мен әнде солай. Мен таза адам жүрмесем, мен сені бір құлатайын. Ол қиын болады. Светлана, мені қанша кетті Светлана, қалайды насихаттап қазақ халқына аттанды. Мен үшін емес, Қазақстан үшін. А мына келді өзімізді қазақтар. Білесің ғой сен істеп отырсың. Мына қара. Мен талай бата берген болған. А не болды? Тастаған шығады, иә. Қорықпа. Сені істедің жоғалды уже. Олар соттау керек кейбіреулерін. Енді оны уақыт көрсетеді. Амал болсын бірақ. Уақыт емші ғой. Ит үреді, керуен көшеді деп айтады. Сондықтан біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан тек тілек келеді, Алладан сұрау келеді. Сосын кейін мына сіздің көлеңкеңізде жүріп насихаттау келеді. Басқа не келеді? Жоқ, сен тұра тұр. Сен өзіңді күшпейді. Бір өте бір біздің қолдан не келеді. Сен ислам туын көтеріп, некеге талай барып, Алланың қолдауымен қанша адамды апарып жүрсің. Әне күні бір мешетті ашпапты дедім, бастығынан телефон соқтым. Ауырып жатыр, сен өлесің дедім. Сен не деп жүрсің? Атын айтпайын. Сен айналайын, сен шындық адал айтсаң, оны Қазақстанда бірақ намазгер журналист сенсің. Ол әлем мұсылмандар көтеріледі. Қолынан көп келеді. Сен өзіңді пәсетпе, төмендетпе. Біздікі тек жылы сөз, адамдардың арасында махаббат ояту, ұлтқа өзінің салт дәстүрін сыйлау, имандылық жолында жүру, қажылыққа апару, 5 уақыт намаз оқу, қазақи әдет ғұрыпқа ерекше назар аудару, соны бұрынғы бабаларымыз бастап кеткен жолды ары қарай жалғастыру, оны сіз сияқты көшбасшы адамдарды халыққа шығарып таныстыру ғой енді біздің мақсатымыз. Сондықтан енді бүгінгі жаңа жылда тағы да біз сізді шақырып, бата алып, биылғы жылда өзіміз қазақи ырым ғой бізде. Дұрыс қой, бата қабыл болады, ол үшін күрессе. Беретін де Алла, бермейтін де Алла. Біздің ұлтымызда көп кемшілік бар. Адамды мақтайды, бастықты мақтайды, мұны ашық. Беретін де Алла, бермейтін де адам. Еш уақытта адам дегені болмайды. Адам дегені. Мен президент болсын, басқа болсын, Амантай қажы болсын, Алланың дегені болады. Неге? Адамның ақылы келті. Алланың ақылы түбіне жетеді. Бұл сол Алланың жолында шығуымыз керек. Сен сөйірді насихатта үлкен жұмыс деп атсың. Қабыл болады, зор болады. Мен саған қанша жыл айтып жүрім, қанша Меккеге барасың. Кстати, сен менің батаммен бірінші Меккеге барасың. Қабыл болды. Мына ердегі мен мақтанайын халыққа. Мына аппаратура бары ол еді жұлдыздың,
Виктор, ана Павлик бар, бәрінің өздерінде нелер бар. Но ол мен қаржынан құтылдым. Шыдамшы. Мен міндетті. Енді біздің жастар телеарнасын ашқан кезде 3 ай біз күттік қой, 3 ай 2 кабельді тартқанда індет басталды. Індет басталған біздің телеарна ашылды. Сол кезде Амантай қажы 2 ай бойы журналистерді қаражатпен қамтамасыз етіп, азық-түлікті тасып тұрды. Бұны нағыз ерлік деуге болады. Жоқ, ол сенің еңбегің айналды. Эфирдің жаңағы төлемақысын төлеу жалғалады ғой экранға шығу үшін. Соны да бұл кісі төлеп берді, шындықты айту керек. Құдай берді айналайын. Сізге рахмет, Алла разы болсын. Алла берді. Сіз қолдайсыз ғой біздерді. Зағыптарға 100 миллион садаға беріппін. Мен 2 жіп, 2 үй сала деген. Алып, өзіме бесіме тамағын адамды. Құдай қолым дауысы шығып кетті. Ой, Алла тағала мені. Құдай көз түймесін, берген алып қалмасын. Рахмет. Жалғастыра бер. Оны кейін былай. Жұлдыз мен оны халыққа өзім көңілімді бата беріп, ішіде қиналғанмен, ол қиналғатқан шыда жоқ. Аман сенбіз ғой. Бала шаған баракамыз. Аман болсын. Міне сенің жолың ашылып тұр. Сен бұны ұстай алу керек енді. Өзі Құдай береді екен. Ұстап тұру керек та. Но сен ұстайсың. Әмин айтқан аман бол. Ұстай бер, жасай бер да. Жақсы, енді өзіңіздің мынау жаңа жыл келді ғой енді. Өзіңіз қандай көңіл күйде отырсыз? Қандай өзіңіздің жоспарларыңыз бар? Жалпы аттан Қазақстан бейбіт қозғалысы жоспармен жүре ме, әлде қалай сіздің жоспарыңыз? Тек Алланың жолымен, Алланың бұйрығын орындап, Алла өзі беріп тұрады, өзі әр нәрсе өзгереді. Мысалы үшін міне жаңа Бисмиллахир-рахманир-рахим өлгендерге Құран оқып тұрсыз ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тағы бір дұға оқып жіберейік. Міне бүгін 1 жыл болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өлхамдулиллахи-раббил-аламин. Уассалату уассалам расулина Muhammedin al-ashabin ajmain. Sadaqallahu wa subhanallah. Velhamdülillah. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allah bir Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya wa qina azaban nar. Subhanallahi amma yusifun. Wassalamun ala mursalin. Осы жылда біз талай рет армақтарға зағыптырып ас беріп, мына өткен 238 қазақ бауырларымыз жанатта болсын, топырағы торға болсын. Бұндай қайғы апат деуге болады. Қазаққа келмесін. Ынтымағы зор болсын. Әділ Қазақстан, таза Қазақстан, иманды Қазақстан, әділеттік Алла тағала құрып, Алланың арқасында құрып, халқымыз мәңгі бақи жасай берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тағы бір айтатыным, дуа оқып отыр. Бұның бәріне үлкен әрекет керек. Бұндай жаңағы қайғы қайталамасы үшін мына мафия коррупция Қазақстанда бұлардан біз тазаруымыз керек. Бұл Тоқаевтың халыққа берген уәдесі, оған халық өзі тазалану керек. Өзі иман жолға түсу керек. Барлық әр қадым Аллаға сәйкес болу керек. Біздің мына әнеугі желтоқсанды қалай өткіздік міне? Тәуелсіздікті. Біздің телевизорлар менің батамын көрсетті. Ана әкімдердің келіп гүлдеген күй көрсетті. Мен неге айтып отырмын? Мақтар үшін. Мына желтоқсан несінде қаланың әкімі, фамилиясын айтпаймын, Ерболат деді, вообще келмеді. 100 желтоқсан жігіттері кабинетіне барып, ол енді дұрыс емес қой. Мен соларды жоғарыда тоқтатып, Арман Қырықбаев айтып тұрмын. Қандай жүгіріп мүмкін? Арман Қырықбаев жүгіріп келіп, 17 күнге, 16 күн ондай болған емес. Ана сөйерде мен жоғарыда тоқтаттым, ана Төле би келіп көзімен көрді. Спасибо. Олар келіп бастық айтты, олар арық айтқан өлгендерді. Ләззат Асанова, Рысқұл, Қайрат Рысбеков, көп қойын бәрінде мен өлемін. Маған жүгіріп көп қажеге болсын басқарылып тоқтатып, мен сенің тапсырмаң керек емес маған. Мен оны өзім қауіпсіздік, рахмет деп, соны шай пайда бәрі енді сыйлап. Соны мен неге айтып отырмын? Мына халықта бізде көп қапалық бар айналайын. Солар жаңа жанжал болмасын деп, оттың үстінде басымды басқа салып, тасқа, басым суға салып, қылыштың үстінде жүріп, қанша жыл маған арнайы бір аяғы бір кішкентай литераттан бастаған Әлихан Бектасов кейіннен пенсияға шыққанда 30 жыл аңдып жүрді, одан да көп, 35 жыл. Бұл Амантай қажы қахырман қазақ, бұл Амантай қажы болмаса аттан бойда талай қан төгіледі деп министрге прямо қағаз жазып, благодарсын. Маған сый құрметтері бар. Қайырбек Сүлеймен Шашамов деген
национальный батырдың комитетінде. Сонда мен одан ешқандай құрмет түсемін. А бұны кейбіреулер дейді, ол қазақ, мұсылман екен. Ермактың басы кескенге деп айтты ол. Аталары баяғыда Сәттік Ермакты өлтірген ғой. Ермактың фашист болған. Қазанды алған патшаның. Онда көп айналайын. Сол айналайын. Ол үшін халық өзі бейбіт сақтау керек. Ұлт, мемлекет құру керек. Мынат, ол Тоқаев көңілі бар, ал үшін ол тығыз халыққа келу керек. Сенің айтып отырсың, мен күтіп отырмын ғой. Шақыртады барам. Мен үшін емес, тақ үшін емес, атақ үшін емес, Қазақстан үшін. Оны ала келіп бюрократтар деп мақтаға соған. Ол аударып қалады, кім? Назарбаев сал. Тілектеспін. Сен оны арғарай өзің жеткіз. Сен мәдениетің биік қой, маған қарағандай қарамайсың. Арғарай жеткіз сен. Жақсы, енді жаңа 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Амантай Қажының бүгін айтып отқан сөздерінің барлығы қарапайым халықтың үні деп есептейміз. Қарапайым халықтың көкейінде жүрген, жеткізе алмай жүрген сөздерін Амантай Қажы бір жарты сағаттың ішінде барлығын тәпіштеп жеткізді, және осыны дұға қылып жеткізді. Иншалла бұл дұғалардың бәрі қабыл болады, елімізде бейбітшілік болады деп мен сенемін. Дұғаңызды беріп, хабарымызды тарамдасақ. Уже бітіп қалды ма? Әрине, уақыт деген сағым сияқты жылжып өте береді, Амантай Қажы. Мақұл, айналайын. Ал халқым, дорогие друзья, еще раз с Новым годом, 4, 5, 6 января, я уверен, со временем, когда от срок изменится, будет объявлен траур по всем погибшим. Каждая фамилия должна быть идентифицирована. Как эта газета дала фамилии всех погибших. Государство должно посчитать, памятки делать. Чего не хватает нашему государству. Памятник поставили, пожалуйста, дай Бог. Осылайнаме. Кана, халқым елім, бисмиллахир-рахманир-рахим, субханаллаху акбар. Еліміз көкейіп, қазағымыз, Қазақстан, 50 миллион, 100 миллион иманды мемлекет болып, бейбіту көтерген Алла тағала. Ынтымағымыз бол болып, құт-берекеміз зор болып, барлық бәледен, қауіптен, қатерден, жаман аурудан, шайтаннан қарыз сақтап, Тоқаев біздің президентіміз аман болсын, халықпен бірге ұлы иманды, қазақи, мәдениеті биік, өте мықты, қайырым мейірманды, ынтымағы мол болып, мемлекет болып, мәңгі бақи жасай берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Благодарю и благословляю наш Казахстан, казахский народ, всех мусульман, православных, чтобы Новый год был годом мира, добра и братства, чтобы наш Казахстан процветал во веки веков, чтобы сильное государство было справедливое государство, чтобы единство, солидарность, братство всех казахстанцев во веки веков и сильное государство с высокой культурой, братством расцветало во веки веков. Аллаху акбар, амин. Алталашты арысым, бүгін туған бала үшін, аттан қазақ атқанның тәуелсіздік ту үшін, аттан Қазақстан, аттан көш баста, келешекке ғасырға исі қазақ арманы ниет етіп Алланы мемлекеттің қазақтың иман жолын құруға, аттан көш баста.